Алматы облысына жұмыс сапарымен үкімет басшысының орынбасары Қанат Бозымбаев келді. Вице-премьер аймақтағы су шаруашылығында атқарылып жатқан жұмыс барысымен танысты. Биыл өңірде 600 шақырымға жуық ирригациялық жерлерді жаңғырту жоспарланып отыр. 4 ауданды қамтитын ауқымды жобаны іске асыруға қаржы мен адам күші жеткілікті ме? Су ресурстарын тиімді пайдалануға қатысты өткен кеңесте тағы қандай мәселелер талқыланды? Құрманжан Қасымжанұлы баяндайды. Бүгінде ауа райы күн санап жылып, климат өзгерді. Даланың тамырына қан жүгіртетін тіршілік нәрі тапшы. Осы құста Алатауға ақ қарда көп түсе қойған жоқ. Топырақтағы ылғалдылық көрсеткіші де нормадан төмен. Басқосуда осылай деп сөз бастаған су ресурстары және ирригация министрінің өкілі аймақта орналасқан ірі қоймалардағы жиналған су көлеміне тоқталды. Десе де артық алаңға орын жоқ екенін жеткізді. Бартоғай су қоймасында қазір уақытта 222 миллион текше метр су жиналған, келіп атқан су 13,7 текше метр. Су қоймасының 26 жылға біздегі жұмыс режимі бойынша 1 сәуірге 296,7 миллион текше метр су жинау жоспарланған. Судың келуі және орташа жиналуы орташа көп жылдық мәндер шегінде, жалпы алдағы суару маусымында айтарлықтай тәуекелдер күтілмейді. Облыс бойынша Бартоғай, Бестөбе, Қапшағай және Құрты сынды 4 ірі су қоймасы бар. Десе де жазда осы бағалы ресурстың 80% жерге сіңіп зая кетеді. Шығын шаш-етектен. Ал бұл мәселені шешуде арықтар қоқыстан аршылып, су сіңбейтін тоғандар көптеп салынуы тиіс. Биыл Алматы облысында ирригациялық желілерді жаңғырту мен жабдықтау жұмыстарына баса назар аударылмақ аясында жыл соңына дейін Еңбекшіқазақ, Ұйғыр, Райымбек және Балқаш сынды 4 ауданда жалпы ұзындығы 552 мың шақырымдық канал реконструкциялық, яғни орташа техникалық жөндеуден өтеді. Оған Ислам даму банкі есебінен 86 миллиард 600 миллион теңге шамасында қаржы қарастырылып отыр. Ирригациялық нысандардың құрылыстарын жалғастыруға мемлекет жекеменшік әріптестік механизм қолдануға инвесторлар тарту мәселесі пысықталуда. Осы суару желілерін жаңғырту, сорғы станцияларын қалпына келтіру арқылы барлығы 77 мың гектар суармалы жерді айналымға енгізіп, жалпы өнім көлемі 60 миллиард теңгеге ұлғайтуға мүмкіндік бар. Сала бойынша облыста соңғы 2-3 жылдан бері қолға алынып жатқан ауқымды жобалардың кейбірі соңына жетпеді. Себеп жауапсыз мердігер іс басына келді, бөлінуге тиісті қаржы кешеуілдеді. Қанат Бозымбаев енді облыс жауаптылары мұндай олқылықтарға жол бермеуі керек деді. Оқиғалар болмау керек. Осыған орай Алматы облысы әкімдігі аталған жобалардың іске асырылуын өз бақылауына алып, бұл мәселелерді талқылап, қай жолмен шығамыз, қаржыландыру мәселесі, мердігерлер, дұрыс мердігерлер бар, басқа ма, ауыстырасыңдар ма, оны бүгін шешім қабылдайық. Вице-премьердің сөзін іліп әкеткен Марат Елеусізұлы салаға бағытталған қадағалауды барынша нығайтатынын жеткізді. Енді неғұрлым су тиімді пайдалану, су үнемдеу технологияларын енгізу, су жүйелерін цифрландыру, егін шаруашылығын әртараптандыру бүгін басты күннің талабы. Бұл бағытта нақты шаралар қабылданып, тапсырмаларды мерзімінде орындау бойынша жұмыстар жүргізілетін болады. Алқалы басқосуда суару желілерін әртараптандырудан бөлек беталды су таратуға қатаң шектеу қою керектігі айтылды. Саладағы заңсыздықты болдырмаудың жалғыз жолы су үлестіруші мекемелер толықтай цифрландыруға көшуі қажет деді мамандар. Құрманжан Қасымжанұлы, Рашид Шүкірәлиев, Дәурен Қажыбаев, Қонаев медиа.